Оған жаңалық керек емес. Онда жоқ нәрсені бар қылып көрсетпе. Түсінікті ме жоқ па? Ол кімнің жолы болса да. Бізге бір нәрсе айтайын, оны кім қалай түсінсе түсініп алсын десек болмайды. Оны дұрыс түсініп алу керек. Мұсылмандарға ұлттық ислам керек емес. Түсінікті ме жоқ па? Мен ұлт керек емес деп атқан жоқпын. Адам ұлтын білу керек. Туысқандарын білу керек. Олармен қарым-қатынас қылу керек. Олардың ақысын білу керек. Бірақ исламды ұлттық дін қылып алу дұрыс емес. Яғни фарстардың өзінің исламы бар, кавказдардың өздерінің исламы бар, қазақтардың өзінің исламы бар, өзбектердің өзінің исламы бар, вахакеда. Европейстердің европейский не стилдағы ислам бар оларда. Жоқ тақсырлар, ондай ислам жоқ ондай. Бұл жахили дін болады ол. Исламды сен мияқа тартасың, анау мияқа тартады. Жоқ, сен исламды тартпа, исламның ішіне кірсең. Түсінікті ме? Ол тартылатын дін емес ол. Осылай ол ислам. Алеум акмалту лакум динакум дегенде келген толық болып. Сен оның ішіне кір, тартқылама оны. Сен тартқылағаныңмен сен шығып кетесің, ол саған жүрмейді ол. Исламға сен еруге бұйырылғансың, ол саған емес. Түсінікті ме жоқ па? Сен исламға еруің керек. Оның қанатының астына сен кіруің керек. Ислам саған ермейді, ол Аллахтың діні. Қашан сен ислам маған ерейді деп ойласаң, немесе армандасаң, демек сен ислам керек емес адамсың сен. Саған сен де исламға керек емес. Түсінікті ме жоқ па? Ислам ол Аллахтың діні ол. Онда жахили жолды талап ету керек емес. Ол кімнің жолы болса да. Бізге түрки дін керек дегендер қателеседі. Біз түрки халықпыз ғой, е? Солай ма жоқ па? Енді түрки халық болмағандар болса қапы қалмасын. Біз көпшілікті айтып жатырмыз. Түсінікті ме жоқ па? Түрки халықпыз ғой. Түріктерге түрки ислам керек екен. Онда ислам жоқ. Қайда бар екен онда ислам? Абу Ханифа онда исламды білмеген, өзі фарси болған. Бірақ фарси исламда болмаған ол кісі. Тем более біз түркпіз. Исламда, фарси исламды сонда түрктер қабылдай ма? Түсінікті ме жоқ па? Ондай дін жоқ. Ондай дін жоқ. Бізге европейстер келіп, исламымызды жаңалап беруге де мұқтаж емеспіз. Өткенде біреуінен сұрап жатыр. Сақалдың өкімі қалай деп. Сөйтсе айтады, сақал негізінде ханафи мазхабында мүмкін емес алу дейді. Мына біраз, бірақ Европада бір ғалым бар дейді. Сол кісі дейді, бұл сақал деген мына деп жай рұқсат бере салсын. Сонда не, ислам әлемінің ғалымдары, ақмақтар, надандар, олар Құран хадисті түсінбеді да, бір Европадағы біреу, ойбай, күніміз сорлы болғанымыз осы ғой. Күніміз біткені осы. Бүткіл мұсылмандардың ғалымдары артта қалып, бір Европадағы адресі анық болмаған біреуден өзіміздің күнімізге 21 ғасырға сай сақал іздеп жатырмыз бұл, Сонда Абайдың сақалынан ұялатын болдың ба, сорлы десе сол. Аталарының, шәкәрінің сақалынан ұялатын болдың ба? Саған европейский сақал керек болып қалды ма саған? Бар соларға. Солардың дініне кіріп ал сосын. Ислам сенен емес, сен исламнан емессің. Ислам сенен безген. Егер сондай ислам керек болса, бар соларға. Амма исламды тек қой. Тыныш қой исламды. Исламға тіл тигізу сөзбенен де, амалменен де болады. Бұл мұнафиқтардың ісі, бидат иелерінің ісі бол. Біреулер разы болмайды шығар бұл сөзді, атын айтып тұрған жоқпыз ғой. Түсінікті ме жоқ па? Сөз иесін табады. Сондай сөз бар ғой, Сөз иесін табады.
Сол үшін исламда жахили нәрсені қою керек. Біреу шариғатты білет, исламды білет. Үйленетін күнде әке-шешесі некеден бұрын ба, кейін ба, оттың жан-жағында айландырса, анау ақымақ айланматыр. Бұл нәрсені қарапайым халық біледі. Врачтардан сұрасаң, немесе соған ұқсаған нәрселерден сұрасаң, да тіпті христиандар да айтып жатыр, мынау шаманизмге кіреді деп. Мынау білім иесі болған надан осы нәрсені білмейді. Білсе де қайтармайды. Жамандықты біліп тұрып айтқан адам сөйлеуші шайтан ол. Біліп тұрып айтпаған адам ол мылқау шайтан. Екеуі де шайтан. Бізде айтады ғой, ақ ит па, қара ит па, бәрі бір ит деп. Түсінікті ма? Мынау сөйлеуші адам болса, анау сөйлемейтін мылқау шайтан анау. Түсінікті ма жоқ па? Мынау исламда жахили шариғатты алып келіп тығып атқан адамдар. От жағады, қабірдің жан-жағында айланады, адамдардың басынан от жаңа айландырып бүйтіп анау адыраспан жүргізеді. Адыраспан деген аты бар, ол берекелі нәрсе деп қояды ғой енді. Солай ма жоқ, соны жүргізу керек бүйтіп базарыңа бүйтіп жүргізіп кетсе, иншалла шайтандар береке береді сосын. Қай қыларыңдар бұны? Елдер айтады ғой, аталарымыз сөйткен. Егер атаң бағанағы отқа шоққа құлшылық қылған болса, ол сенің атаң ол. Түсінікті ме жоқ па? Бізде атадан ұлы болған нәрсе бар, ол ислам. Шариғат бұл нәрсені арам қылған. Шариғат арам қылған ол нәрсені. Исламда жахили жолды іздеген адамды Аллах не деп атыр? Жек көрген адам деп атыр. Аллах жек көрген адам деп атыр мына жерде. Жек көрген адамның бірі. Аллах жек көрген адам жақсылыққа бармайды. Илля егер тәубе қылса. Кескенім ғой мен, уақыт жетпей жатыр. Болады осы.